Сәлем достар, қазақтың хандарымен таныстыруды жалғастырамыз. Шығай хан, Барақ ханның үлкен ұлы. Шығай қазақ, қалмақ, башқұрт аралығында белгілі болған. 12 жасында башқұрттардың шақырылымымен Башқұртстанға барып, хан болып сайланады. Еліне оралған соң Шығай 1744 жылы әкесінің бұйрығымен Жоңғарияға барымтаға жіберіліп, тек 1745 жылы ғана еліне қайта оралады. 1748 жылы Шығай әкесімен бірге Әбілқайыр ханға қастандық жасауға қатысады. 1750 жылы Шығай ханның өзін, әкесі мен ағасын жоңғариялар улап өлтіреді.